Ассалаумағалейкум қазақ бауырым. Бүгін мен саған биткоин кэш деген криптовалютаның тиындарын тегін жинауға болатын телеграм бот көрсеткім келіп отыр. Бұл телеграм бот арқылы биткоин кэштің тиындарын телефонмен де компьютермен де жинай беруіңе болады. Сосын егер де саған интернет арқылы ақша табу, криптовалюта деген тақырыптағы видеолар қызық болатын болса, міндетті түрде осы видеоны өткізбей соңына дейін мұқият қарап шығуыңды сұраймын. Сосын айтпақшы, егер де сен менің YouTube каналыма әлі де болса жазылмаған болсаң, міндетті түрде менің YouTube каналыма жазылып, қоңыраушаны басуды ұмытпа. Сонымен биткоин кэштің тиындарын тегін жинауға болатын телеграм ботымыз міне мынандай телеграм бот. Бұл боттың ссылкасын мен телеграм каналыма пост қылып шығаратын болам, сосын сол посттың ссылкасын осы видеоның астына қалдыратын болам. Егер де мына бот саған керек болатын болса, осы видеоның астындағы ссылка арқылы келуіңе болады бұл ботқа. Сосын телеграмда менің каналым бар, қазақша онлайн бизнес деген. Егер де телеграм каналыма жазылмаған болсаң, міндетті түрде телеграм каналыма да жазыл. Телеграм каналымның ссылкасы осы видеоның астында. Енді бұл бот арқылы биткоин кэштің тиындарын тегін жинау үшін сен бұл ботқа ең бірінші рет кірген кезде сенде мына жерде старт немесе запустить деген көк жазу тұрады. Сол жазудың үстінен басасың, сол кезде сенде де мынандай кнопкалар пайда болады. Бұл бот арқылы биткоин кэштің тиындарын реклама қарау арқылы жинауға болады, телеграм боттарға жазылу арқылы жинауға болады, немесе телеграм каналдарға жазылу арқылы жинауға болады. Биткоин кэштің тиындарын реклама қарау арқылы жинау үшін мына жерде visit sites дегеннің үстінен басамыз. Содан кейін мына жерде go to website дегеннің үстінен басамыз. Рекламный сайт ашылады. Көріп отырғанда міне мынандай уведомление келді. Уведомление кетіп қалды. Мына сайтты где-то 10 секундтай қараймыз. Мынандай уведомление шықты. Міне warning бірдеңе деген. Бұл рекламаны жауып тастай беруімізге болады. Жаңағы телеграм ботқа қайтып келеміз. Көріп отырғаныңда жаңағы рекламаны қарағаным үшін маған 111 биткоин кэштің тиынын берді. Ары қарай реклама қарауды жалғастыру үшін мына жерде тағы да go to website дегеннің үстінен басасың. Тағы да рекламный сайт ашылады. Күте тұрамыз. Рекламный сайтымыз ашылды. Мынандай уведомление шықты тағы да. Міне мына жерден уведомление шықты. Тағы да уведомление шығу керек. Warning деген. Міне тағы да уведомление шықты. Warning деген. Яғни мына рекламаны жауып тастай беруімізге болады деген сөз. Жаңағы рекламаны қарағаным үшін 55 биткоин кэштің тиынын берді. Бұл бот арқылы биткоин кэштің тиындарын реклама қарау арқылы осылай жинайсың. Бұл жағы түсінікті деп ойлаймын. Енді телеграм боттарға жазылу арқылы биткоин кэштің тиындарын жинау үшін мына жерде message bots дегеннің үстінен басасың. Мына жерде message bot дегеннің үстінен басасың. Телеграм бот ашылады. Мына жерде старт деген кнопканың үстінен басамыз. Бұл бот бізге SMS жібереді. Мынандай SMS. Сол SMS-тің үстінен бір рет басамыз. Содан кейін мына жерде переслать дегеннің үстінен басамыз. Бұл SMS-ті жаңағы тапсырма орындап отырған телеграм ботымызға қарай жібереміз. Мына жерде мына стрелканың үстінен басамыз. Сол кезде жаңағы SMS-ті мына ботқа переслать етеміз. Жаңағы телеграм ботқа жазылғаным үшін көріп отырғандай 359 биткоин кэштің тиынын берді. Жазылуға болатын телеграм бот таусылып қалды. Мына жерде sorry бірдеңе деген SMS шықты. Бұл жағы да түсінікті деп ойлаймын. Енді телеграм каналдарға жазылу арқылы биткоин кэштің тиындарын жинау үшін мына жерде join chats дегеннің үстінен басамыз. Мына жерде go to channel дегеннің үстінен басамыз. Открыть дегенді басамыз.
Telegram канал немесе группа ашылады. Мына жерде присоединиться дегеннің үстіне басамыз. Жаңағы Telegram ботқа қайтып келеміз. Содан кейін мына жерде join дегеннің үстінен басамыз. Сол кезде жаңағы Telegram каналға жазылғанымыз үшін біздерге какой-то биткоин кэштің тиынын береді. Түсінгеніңдей бұл бот арқылы биткоин кэштің тиындарын осылай жинауға болады. Ешқандай да қиындығы жоқ. Барлығын түсіндіре алдым деп ойлаймын. Егер де түсінбей қалған жерлерің болса, осы видеоның комментарийына жазуыңа болады. Енді бұл бот арқылы жинаған биткоин кэш тиындарыңды шығару үшін мына жерде баланс деген кнопканың үстінен басасың. Көріп отырғандай менің балансымда 56.166 биткоин кэштің тиыны бар. Енді мына жерде withdraw деген кнопканың үстінен басасың шығару үшін. Сосын бұл бот арқылы минимальный 5000 биткоин кэш тиынын жинағаннан кейін шығарып алуыңа болады. Мына жерге өзіңнің биткоин кэш адресіңді жазасың, SMS қылып жібересің. Содан кейін мына бот арқылы қанша биткоин кэш тиынын жинадың тағы да SMS қылып жазасың, SMS қылып жібересің. Мына жерде confirm деген кнопка пайда болады, сол кнопканың үстінен басасың. Confirm деген кнопканың үстінен басқаннан кейін мына бот арқылы шығарған биткоин кэш тиындарың 20 минут пен 30 минуттың аралығында сенің мына жерге жазған биткоин кэш адресіңе түседі. Сосын егерде сенде биткоин кэш адресің болмаса, яғни биткоин кэш кошелегің болмаса, мен FaucetPay деген микрокрипто кошелек туралы видео түсірдім. Егерде ол видеоны қарамаған болсаң, ол видеоның ссылкасын мен осы видеоның астына қалдыратын болам. FaucetPay туралы түсірген видеомды міндетті түрде қарап шық. Енді бұл бот арқылы биткоин кэштің тиындарын сәлде болса көбірек жинағың келсе, бұл ботқа өзіңнің достарың шақыруыңа болады, яғни рефералдар шақыруыңа болады. Ол үшін мына жерде referrals деген кнопканың үстінен басасың. Мына жерден өзіңнің реферальный ссылкаңды копировать етіп аласың. Реферальный ссылкаңды достарыңа немесе тағыда басқа адамдарға таратасың. Сосын бұл бот реферальный программа бойынша 15% төлейді, яғни сенің мына ботқа шақырған рефералдарың бұл бот арқылы реклама қарап, тапсырма орындап биткоин кэштің тиындарын жинайтын болса, соған байланысты саған мына бот 15% биткоин кэш тиынын төлейді. Сонымен бұл бот туралы түсінікті шығар деп ойлаймын. Егер де бұл бот туралы түсінбей қалған жерлерің болса, осы видеоның комментарийына жазуыңа болады, кез келген сұрағыңа жауап беруге тырысамын. Сонымен бұл видеоны мен осы жерден аяқтаймын. Егер де бұл видео саған ұнаған болса, міндетті түрде видеоға лайк бас, комментарий жаз, әртүрлі әлеуметтік желілерінде достарыңмен бөліс. Сонымен келесі видеода кездескенше.